Намаз 69. Анас бин Малик радиаллаху анхудан риваят. Пайғамбар саллаллаху алейхи вассалам айтады: азан менен қоматтың ортасындағы дуа қайтарылбайды, қабыл болады. Сахабалар: о Алланың елшісі, ошол аралықта қандай дуа қылалы дешти. Пайғамбар саллаллаху алейхи вассалам: Алладан бұл дүйнөдө да, тиги дүйнөдө да саламатчылыкты сурагыла деди. Анас бин Малик радиаллаху анхудан риваят. Пайғамбар саллаллаху алейхи вассалам айтады: азан менен қоматтың ортасындағы дуа қайтарылбайды, қабыл болады. Сахабалар: о Алланың елшісі, ошол аралықта қандай дуа қылалы дешти. Пайғамбар саллаллаху алейхи вассалам: Алладан бұл дүйнөдө да, тиги дүйнөдө да саламатчылыкты сурагыла деди. Анас бин Малик радиаллаху анхудан риваят. Пайғамбар саллаллаху алейхи вассалам айтады: азан менен қоматтың ортасындағы дуа қайтарылбайды, қабыл болады. Сахабалар: о Алланың елшісі, ошол аралықта қандай дуа қылалы дешти. Пайғамбар саллаллаху алейхи вассалам: Алладан бұл дүйнөдө да, тиги дүйнөдө да саламатчылыкты сурагыла деди. Тирмизи.